жасанды интеллекттің жаңа үлгісі қалыптастырылып, түрлі іс-шаралар мен күнделікті сабақ үрдісіне қолдануда. Жасанды интеллекті қарқынды күнделікті дамып келеді. Астана қаласы әкімдігінің білім басқармасына қарасты әдістемелік орталығы жасанды интеллектіні жасаумен ғана шектелмей, оны күнделікті білім саласына әдістемелік құрал ретінде пайдалануды негізгі бағыт етіп әдістемелік семинар өткізді. Семинарда Мұстафа Шоқай атындағы нөмірі 51 мектеп гимназия ұжымы, әдіскер білім сарапшысы және жасанды интеллектіні қолданудың түрлі бағыттарын саралап көрді. Жасанды интеллектінің платформаларын пайдалану бір басқа. Пайдаланып, жаңа жасап алғаннан кейін енді оны сабаққа қолдану, ол екінші басқа әңгіме. Жасанды интеллекттің платформаларында біз жасаған дүниелерді сабақта қалай қолданамыз балаға. Енді сіз жаңағы мысалы айтайық, 5-ші класста Керболат Кендебай тақырыбы бар. Қазақ тілде, әдебиетте. Енді Керболат Кендебайдың сіз портреттерін, суреттерін аласыз, оны жасанды интеллектінің бір кез келген платформасы арқылы мультфильм жаса дейтін платформасы бар болса, соны аласыз, мультфильм жасадыңыз. Енді сіз сабақта мультфильм көрсетіп отырмайсыз ғой. Бала онсыз да 5-ші кластың баласы бұған дейін тіпті бесікте жатқанда ол мультфильм көрген. Ол оған қызық емес. Енді қалай қызықтырасыз? Көрдіңіз бе? Міне мәселе осы жерде. Сонда біз сабаққа қолданған кезде қазіргі балаларды біз ескермейтін бір дүниеміз, әдістемеде ескермейтін бір дүниеміз. Мұғалімдер өздері келіп, өзінің әдісін балаға тықпалайды. Ол сіз алып келген әдісті бала қабылдай ма, қабылдамай ма? Оны ойлаған жоқсыз. Міне көрдіңіз бе? Осы жерде біз қате жібереміз. Ол бірінші қателік. Екінші қателік бізде не нәрсе? Біздің қазіргі балалар қандай балалар? Қандай кезеңнің баласы дегенді біз ойлауымыз керек. Қазіргі заманның баласы гаджеттің, компьютердің, ақпараттық технологиялардың қолданатын альфа бала деп аталады. Кезеңі. Альфа баланың кезеңі тек қана жаңағы мынау ақпараттық технологияларды қолданатын балалар. Ендеше сіз неге баланың өзін жасатпасқа? Менің ойымша жасанды интеллектіні сабақта қолданудың ең тиімді әдісі жаңағы платформаны табасыз. Сосын мынау міне видео жасайтын платформада балаларға келесіз, көрсетесіз, үйретесіз. Бала өйткені неге қызығады? Сол платформаға қызығады. Міне Керболат Кендебайдың текстісін бересіз, мәтінді бергенде сіздің бүгінгі оқу мақсатыңыз не еді? Енді оған қарайсыз. Сізде мемлекеттік стандарт бар, білімнің стандарты. Білімнің стандартына негізделген үлгілік оқу бағдарламасы бар. Үлгілік оқу бағдарламасында сізге былай деп берілген. 5-ші класс сыныпта Керболат Кендебайды ертегісін түсінеді, оның ішіндегі адамгершілік қасиеттерді ұғады, үйренеді деген мысал мақсат бар деп көрейік. Міне дәл осыған қатысты сіз мәтінді қайтесіз, балаға бересіз, сосын суреттерді бересіз. Осы мәтіннің ішінен адамгершілікке қасиетті жолдарын тауып, видеода сөйлетіп, мына суреттерді пайдаланып, қысқа анимациялық мультфильм жаса. Балалар бұл жерде мынандай іс-әрекет жасайды. Жасанды интеллектіні бірінші өзі меңгереді. Екінші, онда жазып отырған кезде не істейді? Өзінен өзі білім алады. Қандай білім алады? Сіз берген нақты стандартта көрсеткен мақсат бойынша бала не істеу керек? Бірінші, адамгершілікке қатысты дүниелерді мәтіннен тауып алу керек. Екінші, оны сөйлету керек. Үшінші, ол мәтінді жаңағы ол өзі түсінбесе, мәтіннің ішінен теріп ала алмайды ғой. Көрдіңіз бе? Бұл жерде не кетті? Сауаттылық, сізбен біздің айтып жүрген оқушыларға жаңағы функционалдық сауаттылық не болмаса, сауаттылық дейтін дүниені қалыптастырамыз. Бұл нені білдіреді? Мәтінмен жұмыс жасауда сізбен біздің арамыздағы, алдымыздағы қойған мақсатымызды бала өз орындап жатыр. Мені көрдіңіз бе? Сонда бала не істеп жатыр? Шын мәнінде ол жасанды интеллектінің жаңағы гаджетке, не болмаса телефонмен істеп жатыр ма, компьютермен істеп жатыр ма, бәрібірде жаңағы мына технологияны пайдаланып, бала бірінші жасанды интеллектіні өзі қолменен жасады. Екінші, өзі жаңағы сіз мұғалімнің қатысуынсыз өзінен өзі білім алды. Әдістемелік семинарда Астана қаласы әкімдігіне қарасты әдістемелік орталықтың әдіскері Жанұзақ Абай Жанатұлы жасанды интеллектінің жасалу тәртібі мен оны қолданудың сан түрлі әдістерімен таныстырып шықты. Жасанды интеллектінің
білім формасындағы қолданудың алғы шарттарын түсіндірді. Мектеп ұстаздарына жасанды интеллектіні қолдануда ынта-ықыласы бар. Олар әрбір пәннің өзіндік бағытына қарай түрлі жолменен әдістемелік құрал ретінде қолданып келеді. Бізде енді бүгін осы 51-ші мектептің қабырғасында біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевұлының бастамасымен жасалып жатқан жолдауда айтылғандай жасанды интеллектіге байланысты мұғалімдермен оқыту семинарын өткізіп жатырмыз. Оқыту семинарына бізде әдістемелік орталықтың әдіскері, білім сарапшысы Мәдениет Қабатұлы келіп, өзінің осы жасанды интеллектіге байланысты барлық анықтамаларды мұғалімдерге қалай игеру керектігі жөнінде оқыту семинарын жүргізіп жатқан жайы бар. Енді қазіргі жалпы мұғалімдерге қойылып жатқан талаптар, одан кейін сол президенттің жолдаған жолдауының нәтижесінде осы жасанды интеллекті ол жалпы заман талабы екендігін барлық мұғалімдер түсінеді. Және де сол жасанды интеллектіні немесе интернет ресурстарын өздерінің оқу процесінде тиімді пайдалануға соған атсалысады және де сол жолда ізденеді. Осы мақсатта біз енді мектептегі мұғалімдердің тарапынан да осындай шебер сыныптарын немесе тренингтерді өткізуге мүмкіндігіміз бар. Бірақ дегенмен әдістемелік орталықпен тығыз байланыста жұмыс жасап, осы жұмысты әрмен қарай жандандырсақ деген ниетте туып отырған семинар, оқыту семинары. Енді мұғалімдер осы әдіскерлердің айтып жатқан, ол кісілердің көрсетіп жатқан практикалық жұмыстарынан өздеріне қажетті дүниені өздері қабылдады, алды деген сенімдеміз. Бұл бір семинармен шешіліп қалатын дүние емес, өйткені ұзақ процесс, мұғалімдер сол жұмыс жасау үшін болашақта да біз тек қана әдіскерлермен емес, әдістемелік бірлестіктермен бірлесе отырып, мектептегі шебер мұғалімдер бар, зерттеуші мұғалімдер бар деген сияқты солармен бірлесе отырып, осы жасанды интеллектіні оқу процесінде қалай пайдалану керек деген жағын әртүрлі деңгейде әлде қарастырамыз біз болашақта. Семинарға қатысқан мектеп-гимназияның ұстаздары білім платформасын талдап қана қоймай, жасанды интеллектіге оқушыларды қалай үйрету, санасына жеткізуді ойлап отыр. Орталықтан келген әдіскер сарапшы маман, оқушы өз қызығушылығымен жасанды интеллектіні меңгеріп алатынын алға тартты. Әдістемелік құрал ретінде жасанды интеллекті арқылы түрлі әдіс тәсілдерді қолдануға болады дейді бізбен тілдескен маман. Жасанды интеллектіні қазіргі таңда көбінесе жастар қолданады, бірақ осы қызығушылықтың арқасында үлкен мұғалімдерімізде осы жасанды интеллектіні өз сабақтарында қазіргі таңда үлкен жақсы қызығушылықпен қолданып жүр. Оны өз сабақтарында мұғалімдер дәлелдеп көрсетіп жүр. Сабақта қолдану тәсілдерін үйретіп жатыр. Әсіресе әртүрлі платформаларды сабақта қалай қолданамыз, мақсатқа сай қалай оны ары қарай қолданамыз. Мақсаттан ауытқып кетпеу керекпіз. Яғни бала жасанды интеллектті пайдалана отырып, жаңа мұғаліммен берген жасанды интеллектісі бар ғой, платформалар әртүрлі, бала сабақтағы мақсатқа мұғаліммен бірге ілесіп, оны ары қарай игеріп отырады. Осы жер бұл жерде ұтымды болып тұр. Мақсатқа жету үшін жасанды интеллекттің маңыздылығы зор. Сапалы білім мен саналы тәрбие беру жасанды интеллектінің алар орны ерекше. Оны әдістемелік құрал ретінде қолдану, оқушының қызығушылығын оятып, берілген тапсырманы орындау, ұстаздың үйретуі емес, оқушының жасанды интеллектіні өз қолымен жасап шығуы, оны сезінуі, өміршеңдігін ояту дейді маман. Мұғалімдерге айтқым келіп тұрғаны, жасанды интеллекті деп отырғанның платформаларын, қазір менің білетінім, енді 101 платформаны мен санап шықтым. Жаңағы әртүрлі, біреу видео жасатады, біреу тест құрастырады, біреу жоспар құрастырады, біреу жаңағы анимация құрастырады деген сияқты, біреу жансыз бейнені сөйлетеді деген сияқты, енді осындай әртүрлі аттар бар да, енді жаңағы платформаның өздерінің аттары бар, соларға мұғалім жақсы меңгеру керек. Сосын ең негізгісі не істеу керек? Бұны әкеліп сабақта балаға үйрету керек. Балаға сабақ үйретпеңіз сіз. Сіз платформаны үйретіңіз. Платформаны үйретіңіз де тапсырманы өзіне бере салыңыз. Болды. Неге? Мен жаңа тубасында айтып кеткен нәрсем, бала оны үйде міндетті түрде жасайды. Неге? Ол альфа бала. Ол мына гаджеттің баласы. Ол мына жаңа сіз бен біздің айтып жүрген
ұялы телефонның баласы, сізбен біздің айтып жүрген суперкомпьютердің баласы. Бұның заманы сол. Сондықтан бұл соны қызықтайтын бала. Қазір өтірік айтар жоқ, 2 жастағы баланың өзі телефон қызықтайды ғой. Міне қараңыз, сондықтан біз осы дүниені пайдалану керекпіз. Жасанды интеллектін осы арқылы біз сабақты жүргізе алатын боламыз. Білім беру үрдісіндегі цифрландыру, оқу үрдісінің шеберлік қағидаттарын жүзеге асыру болып табылады. Бүгінгі таңда білім саласында 150-ге тарта білім платформасы қолданылып келеді. Жасанды интеллекті күннен күнге жаңа үлгісі қалыптасып, оны сан түрлі тарауларға бағытталған. Жалпы жасанды интеллектіні үйренуге оқушылардың өздері қызығушылық танытып, жаны құштар болып отыр.